шөккен тағы келе қалды. Өңі өзгешелеу, күміс тістері көрінбей, сәлемді жүре алып, үстеліне қиыс орындыққа сылтатып отыра кетті. Қулық сұмдылық капустадай қабат-қабаттар бар деді. Дауысы да өзгеріп қалыпты. Не батыр, ел аман ба деді. Айдарбек келді ме? Кітабының атын айтпаса да түсінікті деп қоятын болдық. 70 шақты карикатурасы енгізілмек. Бірақ мен жазған 50 текстің 48-ін алып тастапты. Сонда отырғандар. Мені мазақ еткендері ме? О қалай деді. Маған шықшы ағарып. Батырда олар менімен ақылдасқан жоқ қой деді. Ақылдасуға тиіс. Менімен бе? Айдарбек пен менімен екеуміз аттымыз ғой деді. Екеуің атын айтпаса да түсінік, айтпаса да түсінікті деп қойған соң, түсінікті жайттық, ақылдасып азап қалмайық алып тастаған шығар. Шөккен басын бір шайқап, қол сағатына үңілді де, уақыт боп қалыпты. Мектепке баруым керек. Жарайды мырза, сау бол деп қолын тез тұрды, есікке беттеді. Батыреке, ондай ханым қызында да болады. Чепуха дей салдым деді. Басқа не дейін? Шөккен ертеңді телефон шалды. Мырза, кешегі чепуханың жалғасы болады. Әлгі 48 текстімді даулап басқаға бармаймын әрине. Оларды тоқтап, Айдарбек Ғазизовтың карикатуралар жинағынан алынып қалған тексттерімді батып, келесі жинағыма енгіземін деп артық білді. 20 жыл бойы әңгімеміз әзілге жарасқан сырлас Шөккен өз айтқандай жылдың 4 мезгілінде де көңілді жүруге тырысатын. Және бір жайт есімде, жұмыс аяқталар мезетте кіріп тұрған Шөккен қолын соза жетіп, әй мырза, Абай мен Байкөкші бірлесіп өлең туғызайық келісесің бе деді. Абай мен Байкөкші бір шумақ өлеңді екі бөлге аралап бір бастап бір қостап жүретін болған ғой.